Бөлім демалыс мәдениеті. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Мақсаты: түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеуге, жазуға үйренеді. Бұл сабақта оқушы берілген тақырып бойынша түрлі дерек көздерден алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашып, маңызды тұстарын анықтап үйренеді. Интернет ресурстарды пайдалан. Бүгінгі демалыс мәдениеті бөлімі бойынша бейне үзіндіге назар аударамыз. Шілде жаздың ортасы каникулдың қызған шағы. Бұл мезгілде балалардың бірі лагерде тынығып жатса, енді бірі ауылға демалуға кетті. Ал қала оқушыларының бір тобы жазғы демалыста пайдалы әрі қызықты іспен қатар айналысуды ұйғарған. Ол қандай пайдалы іс? Бұл туралы келесі бейнематериалда толық біле аласыздар. Жаз мезгілі балалардың демалыс уақыты болса да, мектеп қабырғасында ағылшын тілін үйреніп жүрген оқушылар аз емес. Олар күніне 1-2 сағат шет тілін меңгеріп, уақытты босқа өткізбеген дұрыс деп есептейді. Балалардың жазғы демалысын тиімді пайдалану үшін мектеп мұғалімдері аянбай еңбек етуде. Біз оқушыларымызды әртүрлі саябақтарға, театрларға, кітапханаға және мәдени орындарға, сауықтыру кешендеріне апарып отырдық. Өйткені біздің оқушыларымыздың танымдық дамуын арттырумен қатар, олардың салауатты өмір салтына, өмірге деген қызығушылықтарын ояту мақсатында осындай іс-шараларды жүргіздік. Үнемі сабақ оқып, ой еңбегімен айналысқан баланың бойында әлсіздік пайда болуы мүмкін. Сондықтан күн сайын спортпен шұғылданғанның пайдасы зор. Аружан өзінің достарымен бірге мектептегі спорттық үйірмелерге белсене қатысады. Әсіресе эстафеталық жарыстарда алдыңғы қатарда көрініп жүр. Жазғы демалыс жақсы өтіп жатыр. Жазғы демалыста біз саябаққа бардық, шомылатын жақтарға бардық. Тағы да мектептегі лагерде көптеген жарыстарға қатыстық. Менің спортпен айналысу жақсы көремін. Мен деген волейбол ойнаймын, баскетбол достарымен, үлкен болғанда достармен футболға қатысамын. 9 ай мектеп қабырғасында білім алған бала 3 ай демалысын қызықты өткізуге тырысады. Олар тынығып, күш жинап, шығармашылықтарын дамытуға көп уақыт бөлгені дұрыс. Жалпы ата-аналар баласының демалысын қадағалап, ұмытылмастай өтуіне ықпал етуі керек. Бейне үзіндіде не көрдің? Ойланып көр. Сен алдағы жазғы демалысыңды қалай өткізер едің? Қайда және қалай демалғың келеді? Өз ойыңды жинақтап, айтып бер. Жаз мезгілі басталысымен бізге байланысты қандай мереке келе жатыр? Мерекені қалай өткізгің келеді? Жоспарлап, ойлан. Қайталаймыз. Есіңде сақта. Сөз құрамы. Түбір сөз. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Қосымша, жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Жұрнақ сөздің мағынасын өзгертеді. Жалғау сөзбен сөзді байланыстырады. Мұқият жаттап ал. Ойлан, тап. Берілген түбір сөзден бірнеше туынды сөз жасап көр. Тыңдалым. Туған өлке. Мәтінді тыңда.
сонау оңтүстіктен ұшып шыққан қараторғай ағаш басына орнатылған үйшігіне биыл да шаршап шалдығып әрең жетті. Оның бұл үйшікті меншіктеніп балапандарын ұшыра бастағанына да 5 жыл өтті. Күн суыта оңтүстікке ұшып кетіп, әр көктем сайын қайтып оралу қашанғы әдетіне айналған. Жылы жақтан туған өлкеге жету үшін асқар таулар мен шалқар көлдерді, аңызақ аптап шөлдерді ұшып өту қиынның қиыны. Көңілін қуаныш кернеп отырған оның қасына қарға ұшып келіп сәлемдесті де, азып тозып қайта оралғанша, мәңгі жаз өлкесінде неге қалып қоймайсың? Саған таң қаламын, тіпті жаным ашиды, деді қамқорсып. Туған жерге деген сағыныш жүрегімді кернегенде, қанатыма қуат, жанарыма шуақ толып кетеді. Отан оттан да ыстық деген емес пе? Деп дүрсігінген қараторғай шаттанып сайрай жөнелді. Мәтін не туралы? Тақырыпты анықта, және өзің мұқият қайталап оқып шық. Туған өлке мәтіні бойынша ақиқат және жалған тапсырмасын орындап көрейік. Төмендегі қай пікір ақиқат, қай пікір жалған? Солтүстіктен ұшып шыққан қараторғай үйшігіне әрең жетті. Әр көктем сайын қайтып оралу қараторғайдың әдетіне айналмаған. Оның қасына қарға ұшып келіп сәлемдесті. Қараторғай туған жерге деген сағынышын жеткізді. Мәтіннен негізгі ойды білдіретін бөлікті тауып жаз, мақалды сөз таптарына қарай талда. Ақиқат жалған тапсырмасын орындап көр. Айтылым, жазылым тапсырмалары. Әр қатардағы сөздерден сөйлем құра. Мысалы, біз көктемде орманға бардық. Әрі қарай орын ауысқан сөздерді орнына қойып, сөйлем құрап шық. Құраған сөйлемдеріңді жаз. Бұларды қандай тақырыпқа біріктіруге болады? Осы тақырыпты бір сөйлеммен толықтыр. Бірінші сөйлемдегі тұрлаулы мүшелердің астын сыз. Осы сөйлемде тұрлаусыз мүшелер қандай рөл атқаратынын айтып бер. Ережелерді еске түсірейік. Тиісті сұрақтарды пайдаланып, зат есім, етістік, сын есім, сан есім ережелерін есіңе түсір және қайтала. Оқылым. Диалогтерді оқы, неліктен күлгеніңді айт. Аян, сен әліпбиді жатқа білесің бе? Иә. Адан кейін қандай әріп тұрады? Барлығы. Екінші диалог. Әже, зобаққа барайықшы. Қаяңды көргің келеді күнім? Динозаврды. Динозавр жайында қосымша мәлімет іздеп көр. Шығармашылық тапсырма. Заттың, сапаның, қимылдың атауы не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі дегеніміз не? Мағыналық жағынан өзара байланысты сөйлемдер тобы қалай аталады?
тиісті белгілерді толықтыр. Үйге тапсырма. Өз есіміңнің құпиясын жазып кел. Бүгінгі нәтиже сабақ бойынша тапсырмаларды орындау барысында өзіңді бағала. Табыс сатысын толтырып көр.